Мұра кім талап ете алады? Бәріне сәлем, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Мұрагерлік, құқықтық қатынастар бәрімізге әсер ету мүмкін. Бүгін мен сізге мұраны қабылдау мерзімі, мұрагерлік масса, сондай-ақ заң бойынша мұрагерлік туралы айтып беремін. Менің YouTube арнама жазылып, лайк баса отырыңыз. Сонымен, мұра ашылған күннен бастап 6 ай ішінде қабылдану мүмкін. Айта кету керек, егер сот шешімінде басқа күн көрсетілмесе, мұраны ашу уақыты азаматтың қайтыс болған күні, ал оны қайтыс болды деп жариялаған кезде азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі күшіне енген күн болып саналады. Егер сіз осы мерзімді өткізіп алсаңыз, не болады? Мерзімді өткізіп алған мұрагердің өтініші бойынша, егер мұрагер бұл мерзімді дәлелді себептермен өткізіп алса, және мерзімді өткізіп алған мұрагер осы мерзімді өткізіп алу себептері жойылғаннан кейін 6 ай ішінде сотқа жүгінген болса, сот бұл мерзімді қалпына келтіріп, мұрагерді мұраны қабылдаған деп тану мүмкін. Енді мұрагерлік масса туралы. Мұрагерлік массаға мұрагерлік тиесілі мүлік, сондай-ақ оның қайтыс болумен тоқтатылмайтын құқықтар мен міндеттер кіреді. Яғни, тіпті міндеттемелер бойынша қарыздар мұрагерлік бойынша өтуі мүмкін. Мұрагерлік өсиет бойынша да, заң бойынша да жүзеге асырылады. Заң бойынша мұрагерлікке тоқталайық. Бірінші кезекке мұра қалдырушының барлық балалары кіреді. Сондай-ақ жұбайы және оның ата-анасы. Екінші кезекке бауырлар, сондай-ақ ата-әжелер кіреді. Заң бойынша мұрагерлер кезегінің толық тізімімен азаматтық кодексте танысуға болады. Егер сіз осы тақырып бойынша кеңес алуға жазылғыңыз келсе, бейнероликтің астында көрсетілген номерге жаза аласыз, немесе қоңырау шала аласыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Менің YouTube арнама жазылып, лайк баса отырыңыз.